Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу пәні бойынша сабақтың тақырыбы осындай да ғажап бар. Леонардо да Винчи, арыстан мен қозы. Сабақтың мақсаты мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Алдымен балалар, мен сіздерге әртүрлі жануарлардың қалай дыбыстайтыны туралы бейне жазбаны ұсынғалы отырмын. Сөйлеп бастаймыз, оқып үйренеміз. Ит. Жылқы. Сиыр. Қой. Ешкі. Шошқа. Қоян. Түлкі. Жолбарыс. Қасқыр. Піл. Керік. Мысық. Арыстан. Міне балалар, осындай да ғажап болады екен. Енді сіздерге жұмбақ жасырайын. Қане, тауып көріңдерші. Бір аң бар, қайраты көп болған күшті, басынан өткізеді әрбір істі. Шешуі әрине арыстан. Кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Бұл жұмбақтың шешуі әрине қозы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгін біздің өтетін тақырыбымыз Леонардо да Винчидің арыстан мен қозы мәтіні. Алдымен балалар, Леонардо да Винчи туралы сіздерге қысқаша мағлұмат бере кетейін. Леонардо да Винчи қайта өрлеу дәуіріндегі Италияның аса ірі қайраткері және сол кезеңнің негізін қалаушыларының бірі. Оның көркем өнердегі жетістіктері сурет әлемінен ойып тұрып орын алған. Леонардо да Винчи тек ұлы суретші ғана емес, ұлы математик, физик, астроном, архитектор және инженер болған. Әкесі құжат қойдырушы, ал шешесі қарапайым шаруа. Леонардо жастайынан еңбексүйгіш болып өседі. Енді балалар, ой тастау,
Суретке назар аударайықшы. Қалай ойлайсыңдар? Арыстан мен қозы осылайша бір торда тұруы мүмкін бе? Болжап көріңдерші. Ал енді бұл сұраққа атақты итальян суретшісі Леонардо да Винчи қалай жауап береді екен? Ол үшін мен сендерге Арыстан мен қозы мәтінін оқып берейін. Бірде арыстан тұрған тордың ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтін жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып, үсті басын иіскелеп, мазасын алады. Арыстанды өзімнің енем деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып жеудің орнына аңқиып тұрып қалды. Ал қозы болса, одан әрі еркінси, сүйкеніп тоқтар емес. Қайта оған жабысып жақындай түсті. Айбатты арыстан жас қозының сүйкімді сәби қылығына қайран қалғандай, тәкаппар ұлылықпен әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта қарай берді. Оны жей салуға батылы жетпейді. Сөйтіп аш арыстан еріксіз көзін жұмып қалды. Арыстанның таңданысы. Сүйкімді сәби қылық, бейкүнә жылылық. Келесі тапсырмамыз балалар. Ойланып жауап берейік. Берілген ойды жалғастырып, бір сәт қиялдап көрейікші. Бір ғажап ел болыпты. Сол елде қасқыр мен қой, арыстан мен қозы бірге жүріпті. Түлкі мен тауық бір қорада тұрыпты. Көгершін мен қаршыға бір ұяда жұмыртқалапты. Айтыңдаршы, осындай ел болуы мүмкін бе?